Әйелді ренжітуден аулақ болыңыз. Кинодағы мына сұлу қыз Айгүл ең шебер ұры. Ол осы кинода неге қызды ренжітуге болмайтынына көздеріңізді жеткізеді. Себебі оның жігіті оған бағалы картина ұрлады деп жала жауып, 5 жылға түрмеге кіргізіп жіберген. Түрмеден шыға салысымен қалтасында көк тиыны болмаса да, бұл сылқым қыз шопинг жасайды. Ұнатқанның бәрін жинап кассаға барады да, мыналарды мен қайтарғым келеді деп өтінеді. Кассирші оған әрине болады, тек түбіртек көрсетіңіз деп сұрайды. Ұрыда қайдағы түбіртек? Ода жоқ қой, бірақ істетілмеген, ашылмаған деп түсіндіреді. Кассир қыз оған онда қайтарып бере алмайтынын жеткізсе, ұры қыз ренжігендей болып, пакет сұрап, сол пакетіне салғызып, есіктен шыға береді. Айгүл бірнеше пакетін көтеріп алып, 5 жұлдызды қонақ үйге келіп, танымайтын ерлі зайыптылардың бөлме қайтарып жатқанын байқап, олардың айтып тұрған деректерін жазып алады. Олар машинаға отырып кете салысыменен ресепшнге телефон соғып, біз кетпейтін болдық, номерді тағы бірнеше күнге созыңыз деп хабарласады. Осылай оп-оңай үлкен номерге кіріп жайғасады. Ұры қыз түрмеде 5 жыл бойы үлкен жоспар құрып жатқан еді. Картер деген үздік брендтің 50 жыл бойы сақтап келе жатқан құнды бриллиант алқаны ұрлауды көздейді. Ол үшін оған мықты команда жинау керек еді. Мына отырған, жалған арақ жасап отырған қыз оның құрбысы. 16 миллион доллар бөліске түсетінін естігенде, командаға ең алдымен осы құрбысы қосылады. Одан басқа тағы 5 пысық қыз керек еді. Бірі мына азиаттық шапшаң қыз, қарызы көп дизайнер қыз, бриллиантты жақсы білетін зергер қыз, программист хакер қыз және контрабандашы сарыбас. Осылай командада 7 маман ұры қыздар жиналады. Әркім өз саласының шебері. Музейде жыл сайын ірі көрме ұйымдастырылады. Қонаққа жан-жақтан атақты адамдар шақырылады. Айгүлдің көздегені актриса сұлу қыз. Себебі алқаны әдетте музейге шығармайды. Тек көрме өтетін күні ғана актрисаның мойнына тағып шығуға рұқсат етілген. Актрисаға дизайнер қыз арқылы жақындамақшы. Ол үшін ең алдымен дизайнер актрисаның қарсыласымен кездеседі. Екеуінің кездесіп отырған суретке түсіріп, желіге салып қояды. Актриса қыз мұны көріп, қызғанып, қарсыласынан сұлу болу үшін дизайнерді кездесуге шақырады. Кездесуде дизайнердің назары басқа жаққа бөлініп кете берді. Сөйтсе, Айгүл мен құрбысы сыртта көңілін аударып тұр екен. Мұны көрген актриса мықты дизайнер өзінше болады деп сеніп қалады да, көйлекті тігу жұмысын осы қызға тапсырады. Контрабандамен айналысатын қыз ең мықты 3D принтер әкеледі. Очки тағып затқа қараса, соны мінсіз етіп көшірмесін шығарады. Актрисаның дизайнері екенін айтып, картерден алқаны алдыртады. Дизайнер ерекше сиқырлы көзілдірікпен қарау барысында алқаның бірде-бір көшірмесін жасап шығарады. Хакерде бос отырмай, көрмедегі барлық камераларды өз бақылауына алады. Және тек туалетте ғана камера жоқ екенін байқайды. Демек, ұрлықты тек сол жерде жасауға мүмкіндік бар. Жоспар мінсіз болуы үшін сарыбас көрмеге қызметкер болып жұмысқа орналасады. Арада Айгүл бұрынғы жігіті де көрмеге қатысатынын біліп қояды. Мұндай мүмкіндікті Айгүл бос қалдырмас еді. Ол жігітіне жала жабуды жоспарға қосады. Сөйтіп, амалдап жігітті актрисаның қасына отырғызып қояды. Сарыбас аспазшы болып асханаға орналасады. Зергер ыдыс жуушы болып кірсе, азиатты қыз официант болып көрмеге орналасады. Бәрі жоспарларын бастауға дайын тұр. Аспазшы актрисаның тамағына іш жүргізетін дәрі қосып жібереді. Оны официант қыз алдына апарып төсей қояды. Бірнеше күн бойы арықтайым деп тамақтанбаған актриса астың түгін қалдырмай жеп алады. Бақылап тұрған Айгүлдің құрбысы азиатты қызға хабар береді. Ол алдын ала туалетке кіріп, есіктердің бәрін жауып, тек біреуін ғана ашық қалдырады. Дәрі әсер еткенде актриса қыз шыдай алмай туалетке жүгіреді. Қасындағы күзетшілері бірге кірмекші болғанда Айгүл кедергі жасап сыртта тоқтатады. Туалетте тығылып тұрған азиатты қыз өтірік көмектеспекші болып алқаны қолға түсіреді. Айгүлдің құрбысы өзге официантқа ыдыстар жууға апар деп жұмсап жібереді. Кетіп бара жатқанда Айгүл назарын аударып, ыдыстар арасына азиаттық официант қызға алқаны салғызып жібереді. Айналып жүріп, бұл алқа зергердің қолына тиеді. Ол туалетте дайындап қойған құрылғылармен алқаны ажыратып түрін өзгерте бастайды.
Туалеттен шыққан актрисаның мойнында алқаның жоқ болып кеткенін көрген күзетшілер көрменің астын үстіне төңкеріп іздей бастайды. Бір күзетші ыдыс жуатын жаққа қарай жақындай бергенін көрген хакер қыз командасына хабарлайды. Сол сәтте Айгүлдің құрбысы тығып кіргізген жалған алқаны өтірік судан тауып алған болып айғайлайды. Зергер де өз жұмысын аяқтады. Азиатты қызға беріп қоя береді. Ол пішіні өзгерген бриллианттар әшекейлерді команда мүшелері бөліп береді. Іс-шара аяқталғанда сылқым қыздар бағалы бриллианттарды тағып қайтады. Айгүл кетерінде бриллиантты бұрынғы жігітінің қалтасына салып жібереді. Картердің зергері алқаның жалған екенін байқап таң қалып шошып кетеді. Бірақ олар полицияға емес тергеушіге іздестіру жұмысын тапсырады. Бұл талай ұрлықты әшкерлеген әлемдегі ең мықты тергеуші еді. Ол ең алдымен Айгүлден күмәнданады, бірақ дәлелдемесі жоқ еді. Келесі актрисаны сұраққа тартса да, пайдалы ешбір ақпарат таппады. Жеті ұры қыз жиналып отырғанда актриса қыз кіріп келеді. Сөйтсе ол бұлардың жоспарын басынан бастап біліп қойған екен. Бірақ оларды әшкерлемеді. Саған ақша не үшін керек болды деген сұраққа, құрбыларым жоқ, жалғызсырап жүр едім деп жауап береді. Бәрі бұл жауапқа таңғалса да, оны командаға қосты. Сөйтіп ол Айгүлдің бұрынғы жігітінің үйіне барып, оның басына айналдырып алады. Төсекке байлап тастап, қалтасына салынған бриллиантты алып, әдемілеп, асықпай суретке түсіріп тергеушіге жібереді. Ертесі күні таңда полиция келіп жігітті ұстап алып кетеді. Айгүл алқаның қалған бөлігін сатып, ақшасын жігіттің банк картасына аударып қойған. Енді жігітке толық үкім жарияланып, қылмысы мойнына ілінді. 8 әйел түрмеден құтылғандарын тойлап отырғанда, актриса бриллиантты сатып, ақшасын жігітке аудардың, сонда біз не таптық деп сұрайды. Айгүл күліп шкафты ашады. Іші бриллиантқа толы әшекейлер еді. Бұл қалай болған дейсіз ғой? Картердің бриллиант алқасы жоғалғанда бәрінің назары соған аударылды, ал Айгүл мен құрбысы сырттан көмекшілер тауып, көрмедегі бағалы басқа әшекейлерді жалғанына ауыстырып үлгерген екен. Сөйтіп о баста әр адамға 16 миллионнан бөлінген ақша енді әр қыздың қоржынына 40 миллион доллардан бөліске түсті. Соңында ақшасы бар байлар өздері қалаған өмірін сүрді. Кино ұнаса, қазақша кино көр арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.